Ой, сағат неше болған? Жүр, тұрайық Айсұлу. Айсұлу? Не болды? Туф, енді күн түскенше ұйықтайсың ба? Күн шықты емес па онсыз да? Не yok, мамам бөзді бүгін оятпаған. Білмеймін, жұмысқа кетіп қалған шығар. Жүр, кеттік, сабаққа бару керек. Жаңа мектепте бізді бәрі жақсы көріп кетеді деп ойлайсың ба? Білмеймін, енді әркімнің қалауы әртүрлі ғой. Егер де жақсы көрмей жатса, екеуміз жүре береміз. Иә, бөлектеніп сол. Қыздар, оянсаңдаршы. Сонша уақыт ұйықтайсыңдар ма? Оянып тұрып қой. Сол ғой. Ой, қазір жаңа мектепке барасыңдар. Болыңдар тез, қыз әкең апарып тастайды. Бұл тез. Жақсы, жүр, кеттік. Әке, қазір соғыламыз, алдыға қарасайшы. Иә. Айтпақшы, бүгін сендер жаңадан мектепке барасыңдар емес па? Иә. Шуламай, жақсы көріңдер балаларға. Ана сабақтарды жақсы оқып ше, басында оқып алсаңдар, сосын ары қарай апайлар сұрамайды. Иә, білеміз. Ой, келіп біз міне, келіп түсіп қалыңдар осы жерде. Кеттік. Ал міне, жаңа мектепке келдік. Иә, қызық сияқты. Үйренісіп кетсек екен десек. Негізі саған бұдан бұрын бір нәрсе айтқым керек еді бар ғой. Нені? Есіңде ма, біз бұрында балабақшада оқығанда Жұлдыз бен Сара деген қыздар болушы еді ғой? Саған тиісетін ше. Иә, енді болды олар. Содан енді мен алдында біреуден естіп қалдым, осы жақта оқып жатыр дегенде ше. Бұл жай ғана өсек. Оқымасы екен. Кеттік. Так, балалар, тыныш болды, үндемейміз. Ой, бүгінгі сабақта бізде адамдар бар жаңадан келген. Оқушылар десеңіз, ең болмас. Иә, оқушылар. Так, кіріңдер, кел қыздар. Сәлеметсіз бе? Жақсы, қыздар, өздерін таныстырып кетіңдер. Менің атым Айсұлу. Мен 2-ші мектептен келдім. Болды. Менің атым Бекертуған. Бекертуған? Кім? Бұл тұтыш. Сол қыз емес па? Мен онымен бірге тұрам. Сол қыз ғой деймін. Қыздар, бұл сөзді қоямыз. Бүгін бізде математика. Бізді жақтыртпай қалған сияқты. Жоқ, жақтыртады енді, әрі үйренісуіміз керек біз. Я, бірақ маған көбі атыма қарап кішкене бір деп қалды ғой. Жалықтым бар ғой. 18-ге толғаннан кейін атымды өзгертем. Не деп өзгертетін едің егер де өзгертсең? Мен ба? Күнсұлу деп өзгертетін шығармын. Сонда екеуміз ұқсаймыз. Айсұлу мен Күнсұлу болады. Күшті, иә? Жай, жүр, кеттік. Қайда барамыз? Асханаға әрине. Сонда тамақ бар ғой. Тоқташ, бұл әлгі қыздар емес па? Солай, біздің бұрында балабақшада бірге оқып едік қой, істеріңде ма? Иә, қатты есімізде. Иә, Бекертуған бе атың? Маман қалай ат қойған? Оның үстіне екеуің бауыр емессіңдер. Ол сені тауып алған. Болды, қойыңдаршы енді, бауырымыз ба, бауыр емеспіз ба, бәрібір емес па? Бәрібір емес. Кетіп қалды. Көріп тұрмын ғой, жүр, кеттік. Бізе кетіп қалайық. Соң айтам. 1, 2, 2, 3. Жоқ, тоқта. 3 деп айтасың мен. 3 деп шән созып ше. Не қуып тұрсыңдар? Осы қуасыңдар я біраз. Сол, қуамыз ол. Мазақтамаңдаршы, өзім осылай сөйлеймін. Шынды ғой. Ойбай. Біреу көріп қоймас. Өздеріне қарап алмай ма? Бірінші. Сен әлгі біздің сыныпқа жаңадан келген қызсың ба? Иә.
Не болды? Жай, атың біртүрлі кен. Айтпақшы, сендер бір бәле іздеп жүрген сияқтысыңдар ғой. Қуама? Бәрі қуат бұл жерде. Ой. Случайно болып қалды енді. Тағы аналар келді. Сенің атың кім? Кім қойған? Не атың бекер туған? Не сен бостан босқа туылғансың ба? Мамаң жақсы көрмей ма? Әкең жақсы көрмей ма? Деп сұрайтын шығар. Қош болып жынана бермеш. Ой. Шаршатты бар ғой. Бекер келдік ше, бекер. Алдыңғы сыныпқа да сыйыспадық. Сосын көшіп кеттік емес па? Негізі ол кезде мен сыйыспадым, сен емес. Енді босқа мен кесірімнен ана жаққа мына жаққа көшіп жүрміз. Қош болып, мен сенің жанында жүрем ғой. Сәлем қыздар. Я, менің атым бекер туған. Я, біз бағана естідік қой. Не болды? Негізі саған айтайын дегенім, сенің... Менің атым неге бекер туған? Өйткені маған солай қойған, өйткені мен тауып алған болды ма? Негізі мен ол туралы айтайын деген жоқ. Сен екеуің қатты ұқсайсыңдар, егізсіңдер ма? Жоқ. Бірақ ұқсайсыңдар осымен де. Жарайды. Жалпы айтайын дегенім, біздің сыныпқа қош келдіңдер. Иә, бірінші айтады. Рахмет. Айтпақшы бағана кішкене айғайлап жүрген ішінде біраз кешірім сұраймын. Жарайды. Түсінікті ғой. Класспен таныстыңдар ма? Иә, көрдік. Қатты таныстық. Мұна мен таныстырып өтейін. Бұл біздің сыныптағы екі егіз. Олар бір-біріне қатты ұқсайды, олар бізде ұлдар егіз ғой енді. Бірақ екеуінің аттары, оның аты Асылжан, мынаның аты Жасылан. Бірақ біз оны Асик пен Жасик дейміз, потому что екеуінің аттары біраз ұқсамайды. Ал бұл Әли мен Дидар. Олар ең бұзықтары, және үнемі директордың алдында жүреді. Әрдайым бірге жүреді және жақын достар. Ал бұл біздің сыныптың старостасы. Ол өте мықты, бәрін ұйымдастырып жүреді. Үнемі айғайлап, әйтеуір жан-жағын құртып жүретін қыз. Бірақ бәрін жақсы ұйымдастырады. Негізі жақсы қыз, кішкене дөрекілеу сөйлейтіні бар енді. Ал бұл екеуі? Я, біз оларды бағана ғана таныстық солармен бірге. Өте әдемі. Негізі, олар өте жақсы қыздар. Білмеймін, бірақ маған өте жақсы қарайды. Бірге үнемі жүретінбіз. Бұрындары құрбы болдық, бірақ содан кейін олар шеттетіп кетеді екен, соң үшінші адам артық болғаннан кейін. Сонда қазір құрбы емессіңдер ма? Иә, бәріміз бірге жүретінбіз, үшеуміз бірге қыдыратынбыз, бірақ қазір ондай жоқ. Негізі біз оларды бұрыннан бері танимыз. Иә, бағана көрдім, коридорда жүргенде. Жарайды, жақсы, жүріңдер, кеттік, сабақ басталады қазір. Келесі сабақ математика. Апай ұрсады, жүріңдер. Так, бастаймыз сабақты. Не өттік алгебрада алдыңғы жолы? Соны өтеміз. Так, мына теореманың бәрін жазамыз. Мынаның бәрін жазасыңдар, мынаның бәрін домалақтық қойын, осының бәрін жазып шығасыңдар, ұқтыңдар ма? Так. Апай бізге жаңадан оқушылар келді. Таныспайсыз ба? Көп сөйлеме, ешкіммен таныспаймын мен. Так, мына жерді қараңдар міне. Осын жазамыз, мынаның бәрін жазып тастаңдар. Мә. Жындамай апайлар шетіне. Қалайсыңдар қыздар, бірінші күндерің жақсы өтті ма? Я, әке, тамаш өтті. Өте жақсы. Қалай сыныппен татуласа олардың ба? Бәрін жақсы болма? Я, енді таныстық сол. Апайлар қалай екен? Өте әдемі, керемет өтеді сабақ. Я, керемет өтеді. Қыздар жөндер кеттік. Қалай қыздар, алғашқы күндерің жақсы өтті ма? Я, өте жақсы өтті. Я, бәрі біздік. Тез араласып кеттік бәрімен. Я, өте керемет болды. Жарайды, жақсы. Қалай апайлар қалай екен, мектеп қалай екен? Я, жаңадан салынған мектеп деп жатыр ғой. Күшті сияқты. Басқана сілкенен не болса. Ой. Я, күштік. Сал. Жайданда сендер барып жатып ұйықтың ба? Я, сол, ертең сабақ қарамыз. Жүр кеттік. Бәрі керемет, отбасым бар, баймын. Бірақ бір нәрсе дұрыс емес сияқты. Енді кейде өз ата-анамды да тапқым келеді. Олар неге мені тастап кетті? Жек көрді ма сонда мені?
не істеп жатсың? Иә, жай ойланып отырғам. Қатты ойланып кеткен сияқтысың ғой. Иә. Негізі енді бұл біртүрлі, бірақ мен саған айтайын, иә, дегенмен бұрыннан бері бірге тұрамыз дегендей. Я, айта берсейші бәрін, мен сенің әпкең деймін ғой. Былай ғой енді. Мен өз ата-анамды тапқым келеді, білесің ба? Сонда қайтадан барғым келе ма? Жоқ, қайтадан барғым келмейді, жай ғана олардың кім екенін білгім келеді. Неге олар мені олай тастап кеткен? Негізі олар мені не үшін тастады? Кімнің баласымын өз? Я, негізі қиын өте. Бірақ оны мен білмеймін. Мамам да білмейді. Біз сені тауып алғанда кішкентай болатынсың. Я, мамам да айтқан. Мені әкем тастап кеткені ғана есімде. Олардың түрін де білмеймін. Өзгеріп те кеткен шығар. Жарайды, болды, уайымдай бермеш. Басыңа ұрады сосын. Осы Бекер туған бар ғой. Оның атын да айттым. Я, өте біртүрлі ат қойған. Неге сондай ат қойған? Мен әлі тауып алған кез есімнен кетпейді ше. Қатты жылап. Кім тастап кеткен? Сол ғой, қалай өз баласын тастап кетуге болады? Бекер туған деп атын қойған ғой. Оның атын негізі өзгертем, мен 18-ге толғаннан кейін бар ғой. Негізі білесің ғой, мен сосы Бекер туған жайлы айтқым келген болатын. Енді білесің, көп уақыт болды біздің бірге тұрып жатқанымызда, ол да біздің бір мүшеміздей болып кетті ғой. Иә. Бірақ енді ол да кейде өз ата-анасын шағынатын шығар. Бірақ менде мынандай ой бар. Есіңде ма, бізде басында Айсұлу туылмай тұрып, бізге негізі Айсұлудың егізі бар деп айтып еді ғой. Иә. Бірақ ол шетінеп кеткен деген болатын. Сол мүмкін Бекер туған шығар. Қайдағы айтпаш. Енді білмеймін ғой, бірақ мүмкін солай шығар деймді. Қайдағы, ондай болмайды. Біз енді УЗИ өтірік айтпайтын шығар бізге дәрігерлер. Ал егер айтса ше. Қош. Жайды, уайымдай бермеш. Мен барып ертең бір ДНК тапсырып көрем екеуіне. Екеуінікі ұқсас болып шықса, онда екеуіміз. Сөйтші әйтпесе біртүрлі болып жүрім бар ғой. Көп күн болды өстіп жүргеніне. Бұл уайымдай бермеш.